Привет, Баршаларыңызға үлкен сәлем достар. Сіздермен бірге Арайлым. Менің жаңа блогыма қош келдіңіздер. Бұл блогта мен сіздерге осы Ташкентте болған кездегі әрбір ресторан, кафе болсын, сонымен қатар барған жерлеріміздің бағасын айтып өтетін боламын. Өткен блог бойынша менде көп комментарийді, сұрақтардың көбісі бағасы қанша, қалай бардыңыздар, ЖК-ны қалай жалдадыңыздар, қандай сілтеме арқылы. Яғни Ташкентке барған кездегі ең бірінші біз самолет алдық. Самолетқа туда и обратно, яғни барып келгенге 500 мың теңге кетті. Ол жерде бізде 2 үлкен адамға және бір кішкентай 2 жастағы балаға. Получается 250 мың теңгені айналып тұр. Егер де сіздер Ташкентке жақын жердегі Қаласан шекарасымен, Өзбекстан шекарасымен жақын жерде қалада орналассаңыздар, можно было по идее таксимен баруға. Біз енді Алматыда болғандықтан бізге алыстау болды. Ал егер, например, Шымкент, Тараз қаласын тұратын болсаңыздар, таксимен барсаңыздар кішкене арзандау болады. Мен алдын ала еще Ташкентке бармастан бұрын бір блогер көрген болатымын, чтобы сторисарында өз машиналарымен барған, шекарадан өткен кезде көп қиындықтар болған, яғни целый день олар шекарада тұрған, көп проверка жасаған. Лучше өз машина емес, просто шекараға дейін таксимен, дальше Өзбекстанның ішіне қарай таксимен барса болады. Өте жақын, тез баруға болады. Біз самолетпен барғандықтан бізге осындай ақша шықты. Негізі бұл өте көп сума, өйткені біз Ташкентке бармастан бұрын көп ойландық, барамыз, бармаймыз деген сияқты. И ең артында жақындап қалған кезде ғана самолетқа билет алдық. Поэтому бізде примерно 500 мыңдай теңге кетті. Ол ақшаның сомасы, яғни Өзбекстанның сомасы бойынша, ақшасы бойынша 150-160 миллион сом. Ал бізге, яғни, егер сіз заранее алатын болсаңыз, примерно 300-350 мыңдай кету керек. Барып келгенге сондай ақша кетеді. Заранее алатын, ертерек алатын болсаңыз. Почти Ташкентке келдік. Қазір бір-екі минутта ұшып түсеміз. Осындай частный домдар көп екен. Этажный домдар центрда екен. О, центрда. Cabin crew, please sit down. Честно, біз Ташкентке бірінші рет келдік. Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз қозғалуға дайын. Байланыс текшеңіз бекітіліп. Бізде мен көбінесе видеоларда отель деп айттым. Негізі ол отель емес, бізде ЖК, яғни ол бізде Tower Energy деп аталады. Біз специально 13-ші этаждан алдық. 13-ші этажда бізде вид өте қатты ұнады. Және сіздерге видеода көрсетіп кеткен, осындай рум-тур жасаған болатымын. Өте әдемі, чистоплотно, прям бізге квартира жалдадық. Біз 5 күнге жалдадық, 5 түнге, яғни 5 түнге. Ол примерно 300 мың теңге шықты. Біз осы гостиницада, то есть осы алдық. Қазір ужин ішіп келе жатырмыз. Бізде кірген кезде осындай коридор. И дальше осылай лифтқа барамыз. Tower деп аталады. Біз тоқтаған. То есть біз бұл жерде квартира снимать еттік қой. Осындай лифтер, 6 лифт болады екен. И бұл жерде бізде қанша этаж дәулет? 27 этаждан тұрады. Қазір біз квартирамызға барамыз, демалып алып, потом барып уже қаланы аралаймыз бұйыртса. Барлық видеоға түсіріп отыратын болам. Біз только что самолеттен кейін соң бірден обед ішіп алдық. Обзор жасаймыз осы келген кезде осылай. Осындай айна бар. Осындай айна. Так, домашняя шлепкалар бар екен. Аяқ киімімізді шешейік. Осы квартираны біз жалдадық. Осындай кухня бар. Кухня-студия получается здесь. Телевизор.
И осындай диван. Қазір нужна спальня еще. Мынау бізде спальня. О, уютно, әдемі. Так, осындай кровать. Кондиционер. Так, здесь айна. Косметика. Алина, кел бер балапан. Здесь балкон. Здесь открывается. Оттуда көреміз. Да. Да, балконға тапочкамен шығу керек, наверное. Вот осындай вид балконнан бізде. О, это тоже әдемі, Дәулет, әдемі вид тоже. Целый Ташкенттің жартысы көрініп тұр. Жақта мешіт бар. Ой, ыстық. Күніне сонда 50 мың теңгеден айналып тұр. 50 мың теңгеден айналып тұр. Және біздің жалдаған квартирамыз Ташкенттің тура центрында орналасқан, орталығында. И ол жерде барлығы жақын бір-біріне, жақын жерде. Парк те бар, Magic City да рядом. Прям барлығы жап-жақын кафе, ресторан өте ыңғайлы болды. Біз сонымен қатар квартира жалдағандықтан, завтракта иногда біз өзіміз сол квартирада іштік, ал түскі асты және кешкі асты көбінесе біз сыртта жедік, яғни ресторан, кафелерде. Тоже өте арзан шықты. Мысалы, Алматының бағасымен салыстырғанда примерно 2-3 есеге арзан. Біз мысалы 10 мың теңгенің өзіне бүгінгі, яғни түскі обедте тамақ жесек, түскі уақытта, то кешкі уақытқа да тамақты дополнительно ала аламыз собойда. Сол кезде соның өзінде 10 мың теңгеге жуық ақша шығады. Примерно 2 адамға және бір кішкентай 2 жастағы балаға. Өте ыңғайлы. Magic City'ға кірдік. Magic City'ға барған кезде кіру тегін. Парк сияқты аралап үшін көру өте тегін. Ол жерде көптеген жаңағы кафе, ресторандар бар, аттракциондар бар, магазиндер бар, киім дүкендері бар. Және соның ішінде біз тағы да музей сияқты бір зданияға кірдік, Magic City'дің ішінде. Оған біз төледік 60 мың сом. Ол примерно теңгеге шаққанда 2000-2500 теңгені құрайды бір адамға. 60 мың сом. Ол жерде жаңағы мойны ұзын әйел, мұрны ұзын ер адам, яғни осы видеода көрсетілгендей, осының үшін аралап көргенге бізге примерно 2000-2400 теңгеге айналды. Музейге келдік. Magic City'дің ішінде. Өте интересно. Динозаврдың сүйектері. Ау! Вау! На что не паук бар ма? Пауктар бар. Паук просто қатырған ғой, е? Да, қандай үлкен, да? Я боюсь осындай пауктары. Мерзко выглядит. Да. Вот көбелектер. Ол көбелектер тастағанбыз. Помнишь? Амина көбелек. Осындай музейге келдік. Длинный нос. Примерно так выглядит. Атаға не болды? Атаға не болды? Ботқа адам. Мойны ұзын женщина. А бойы ұзын адам. Хотите, я вас сфоткаю осылармен? Интересный персонаж. Қол ма? Нет, бұл? Отражение смотри, парка. Мишка, да? Хотя осындай обычный, бірақ отражение смотрит Мишка. Прикольно. Ой. Прикольно, да? Өте қызықтап көріп жатқанбыз.
ойбай. Екінші күні біз Magic Safari'ға бардық. Бізге ол жер өте қатты ұнады. Зоопарктың өзі, негізі ол жерде ол частный зоопарк, яғни жеке меншік зоопарк. Сонымен қатар Өзбекстанның өзінің государственный зоопарк де бар. Біз таксиде келе жатқан кезде бізді таксист уговаривать етті, яғни чем государственный зоопаркке барғаннан гөрі частный зоопаркке барыңыздар. Ол жер өте животныйлардың бәрі ухоженный, таза, ешқандай ештеңе сасымайды. Өйткені государственный зоопарктерде көбінесе животныйларға олар адамға келмейді, алыстан немесе ұйықтап жатады, и сасық иістер бар. Ал который частный зоопарк өте жақсы деді. Сондықтан бізде как раз TikTok арқылы сол частный зоопаркты көрген болатынбыз, и сондықтан сол жаққа бардық. Частный зоопаркте бізге кірген кезде қанша тказ. Біз Magic Safari'ға бардық. Magic Safari'да примерно жаяу жүргенге қанша 3200 теңге төледік. Өзбекстанның сомасымен примерно 75 000 сум төледік. Ал егер сонымен қатар автобуспен де жүруге болады өште. Автобуспен жүретін болсаңыздар, примерно 125 000 сум, это 5300 теңге төлейсіздер. Бізге бірақ жаяу жүрген ұнады, өйткені жануарлардың барлығын жақыннан қарай аласыз. Және ол Magic Safari'дің ішінде тағы да отдельно бөлек клеткалар бар, там жануарлар ішінде бар. Мысалы, құстар әлемі, там бүркіттердің түр-түрі, әртүрлі бүркіттер, бұлбұл құстар, оларға тоже отдельно төлеу керек. Егер кіріп көрем десеңіздер, біз оған кіргіміз келмеді, дальше жүрдік. И осы видеода көрсетілгенде тасбақа, там уткалар, потом түйе, тақнеті жануарлардың әртүрлі түрлері бар осы видеодағыда. Бұларға да тоже біз отдельно төледік. Примерно 1000-1500 теңгедей. Осыған төледік, қалғанның барлығы сол алтын алы төлеген жаңағы 3000-3200 теңгенің ішіне кіреді. Плюс так, Magic Safari'да біз осылай жүрдік. Потом қайда? Біз Magic Safari'ға келдік. Вау, это так красиво. Черепахаларға келдік, қараңыздар, Дәулет оларға сәбіз беріп жатыр. Қара, сәбіз жеп жатыр. А вот нам тоже хочет сәбіз, қара. Жирафтар әлеміне келдік. Аминаны таба аламын. Осындай әдемі жер. Жирафтан шықтық, дальше жүріп баратырмыз. Қараңыздар, осындай природа. Осындай көл бар қасында, әдемі. Индейцы. Эскипатор. Здесь фон красивый. Хватит мне Амина, бергел! Мына жерде ағаштан жасалынған екен, ағаштан жасалынған, и екі шетіне стекло қойған. И әдемі музыка ойнап тұрды. Бірақ ол музыканы менде YouTube шығармады, потому что авторская права келді. Негізі авторская права келді. Сондықтан мен оны басқа бір музыкаға ауыстыра салдым. Дальше біз самолетчиктарды көрдік, бұзылған самолеттар, типа Австралия кезеңіндегі. Сонымен қатар адамдар ағашта отыр, типа самолет. Олендер әлеміне келді, қараңыздар, олендер көп сондай, молодой олендер. Бірінші очередь осындай фламинго құстарын көрдік. Қараңыздар, қандай әдемі. Вот именно белый, ақ түсті фламинголар, олар живой, а вот красный олар просто мүсіндер екен. Прикольно. Зоопарктың ішінде еще зоопаркқа кірдік. Ең бірінші бізде животные куати деп аталады. Бұлар бізде орталық Америкада және Южная Америкада өмір сүреді екен. Олар өте тез қозғалады, сезімтал, сол арқылы тамақтанады, тамақтар тез іздейді екен. Мұрындарын қарасаңыздар, мұрындары ұзын сондай. Бұлар там фрукты жақсы көреді, потом насекомые разные, мелкие, соларды жейді екен. И олар осындай группамен өмір сүреді, 2-3. Прикольно.
үкіге келдік, савой. Бұлар бізде 270 градусқа бастарын айналдырады екен. Түнде күшті көреді, соответственно, көздер үлкен болған соншалықты и құлақтары жақсы естиді. И когда ұшқан кезде бұларда бесшумно ұшады, поэтому сол арқылы өздерінің прикорымдарын тез алады. Қара, қай жаққа, басқа жаққа қарап тұр. Бізді уже менсінбей қалды. Құстар әлемі. Түйеқұс. Ойындары ұзын, сонда аяқтары ұзын. Карта. Осы зоопарктың картасы. Біз осы карта бойынша жүрдік жаңа. Кеттік, Амина, дальше. Magic Safari'дің ішінде сонымен қатар барлық жаңағы жануарлар болсын, тамақ жеп, адамдардың қолынан тамақ жеп үйреніп қалған сияқты. Өйткені біз уже сәбіз бен капустаны алып жақындаған кезде өздері бізге қарай жақындады. Сонысы өте қызықты болды. Тасбақалар бізде сәбізді өте қатты жақсы көреді екен. Сәбіз бердік в основном, ал уткалар бізде салатный листі жақсы көреді екен. Салатный листі прям күшті жеді. Аминаға да өте қызықты болды. Сонымен қатар бұл жерде жолбарыс, арыстан, олар бөлек жерінде, оларға да бардық. Олар алыста ұйықтап жатқандықтан олар жақынан көре алмадық. Потом еще не болды на жерде. Маймылдар әлемі, маймылдар болды. Маймылдар өте кішкентай, бірақ көруге болады. Және бүркіттер болды. Бүркіттер осы сіздерге алдыңғы видеода көрсеткендей көздері өте үлкен, өткір, 270 градусқа бастарын бұралады. Сол жайлы сіздерге толығырақ түсіндіріп айтқан болатын. Көрсеңіздер болады алдыңғы видеоның ссылкасынан. Дальше біз жирафтарды көрдік. Негізі Magic Safari'дің үшін аралап жүру өте әдемі, приятно, прям күшті. И сонымен қатар осындай афроамериканский киімде киіп алған адамдар да жүрді. Күшті вайб жасады да, прям ішінде жүргенге өте ыңғайлы. Сонымен қатар жақсы көңіл күй сыйлады. Magic Safari'дің қасында сонымен қатар балаларға арналған әлем бар. Яғни там шариктер, аттракциондар, оған тоже отдельно төлейсіздер, бөлек төледік ақшасын. Тоже 1000-1500 теңге сондай төледік Аминаға, бізге как-то бесплатно. И ол жерде тоже Амина долго ойнады, өте қызықты болды. Балалардың ойнайтын жері. Аминаға райына жақ болып жатыр. Ойбай, ужас. Ішінде горкалар, разные качелялар бар. Прикольно. Потом біз уже Magic Safari'дан шыққаннан кейін Сеул паркке бардық. Сеул Мунға бардық. Сеул Мун деп аталады. Ортасында өте әдемі ұзын речка бар. Жан-жағының барлығы кафе, ресторандарға толып тұрады. Біз сол кез келген бірінші тоқтаған ресторанға кірдік. Ол жерде корейский тамақтар, европейский тамақтар болдық. Тамақтар заказымызды беріп, өте дәмді екен, бізге қатты ұнады. Ол жерде примерно бізде тоже 10.000 теңгеге жуық шықты екі адамға. И сонымен қатар Аминаға да тоже дополнительно. Жалпы егер осындай ресторанды біз Алматыда отыратын болсақ, примерно 20-30 мыңдай шығатын еді біздің алған тағамызбен. Бірақ там примерно 10.000 теңгеге шықты. Сеул парк деген жерге келдік. Сондай кафеге келдік. Заказ беріп қойдық. Қазір заказымыз келгенше. Жағыма қарап, биттар әдеміліктеріне көзім толмай жатыр. Қараңыздар қандай әдемі. Ана жақта речка ағып жатыр. Ана жақтағылардың барлығы корейский тамақтармен связаны кафелер. Көбісіне корейский, и там менюда бар, европейский, әртүрлі. В основном акцент уже корейский қойылған екен. Бізге ұнады. Кафенің іші тоже бізде екінші этажы. Тоже уютный, әдемі. Сосындай бөлек алдық, диванчикпен. Заказ беріп қойдық.
күтіп отырмыз. Кимбап заказ бердім, рамен заказ бердім, как обычно. Потому что кеше алған күндердің бәрі плов, кішкене плотный тамақтар болды. В этот раз кішкене легкий тамақтар жейді. Пока бізге Ташкент ұнап жатыр, өте жақсы, еще ауа райы прямо қазір өте комфортно жүргенге, отырып қатты ыстық емес. Потому что уже, мне кажется, осы майдан бастап кейін уже ыстық болатын сияқты погода. Қазір как Алматыдағы сияқты, только 1-2 градусқа жылырақ. А в целом өте жақсы ұнады. Негізі бірінші рет келіп отырмын Ташкентке, сондықтан маған ұнады өте қатты. Біздің тағамдар келді. Мен өзіме осындай рамен заказ бердім. Ащысы, сені без остроты. Даулет өзіне ашты, острый. И осындай кимбап жақсы көремін. Суши и чай фруктовый. Бізге ас болсын. Осындай бізде түскі ас. Легкий. Дальше біз Ташкент Ситиға кірдік. Ташкент Сити молға бізге өте қатты ұнады. Ол жерде әртүрлі магазиндер бар. Как раз Даулетке шопинг жасадық, Зараға кірдік. Зарада в основном ең үлкен размер XL екен. Бізге одан да 2XL керек болды, 2XL, оны тападық. Бағалары, как Алматының бағаларымен бірдей негізі Зара. Бағалары қатты арзан болмады. Тамды ал. Магазинде жүрміз. Магазинде Даулет өзіне киім алып жатыр. Біз Амина екеуміз осылай ойнап жүрміз. Зараға келдік. Зарада большой размер 20 000. Футболка или шорты? Өзбекстандағы Зарада Даулет өзіне футболка ұқсыген, таппай қойды, бірақ көбісі максимальный размер ең үлкен XL екен. XXL, 2XL дегендер бар, бірақ өте аз. И онша емес болса да. Қазір следующий магазинге барамыз, көреміз қазір. Жүріңдер, кеттік. Осындай жолмен кетіп бара жатырмыз. Да. Осындай биік здание, как біздің Ритц Карлтон сияқты. Машина. Эй, жаным мен. Бузыка маленькая. Дима, жол бойы фонтандар кездестірдік. Как красиво отсюда. Амина, баспа. Амина, жүр кеттік. Күнгі Ташкент. Комментарияда. Қараңыздар қандай әдемі. Даулет. Амина ел. Біз одан шыққаннан кейін Ташкент Ситидің алдында өте әдемі фонтандар болды. И ол фонтандар музыкаға сәйкес ойнайды екен. Там show must go on, потом одан кейін қандай музыка болды? Великолепный век музыкасы болды. Соларға сәйкес ойнады, бірақ ол жерде тоже авторская права келгендіктен мен басқа музыка қостым. Бірақ өте әдемі ойнады фонтандар, как Дубайдағыдай өте күшті ойнады. Бізге қатты ұнады, күшті эмоция сыйлады. И жалпы кешке біз осы жерден үйге дейін жаяу бардық. Квартирамызға дейін примерно 10 минутта үйге жеттік.
Үшінші күні біз мешітке бардық. Яғни мешіт болғанда сырты как мешіт сияқты салынған, бірақ іші музей. Центр исламской цивилизации. Бізге тоже таксист рекомендация берді. Осы жерге барсаңыздар, өте әдемі салынған мешіт, барыңыздар, көріңіздер, сіздерге ұнайды деп. Сондықтан біз үшінші күні сол жаққа бардық. Ол жерде адам өте көп болды күндіз барғанда. Билет примерно бір адамға, қазір сіздерге айтам қанша кеткенін. Мешіттің алды, мешітке пока кіргізбейді екен. Адамдар тұр ана жақта. Жүр. Бер тұр. Амина, қолыңды. Бар. Қазір мына қыз төте түсіп алсын, потом сен түсесің, хорошо? Бұл жерде яғни кіруге входқа 7500 теңге төледік. Ол өзбектің сомымен аударғанда примерно 170-180 сом болды. Ол жерде біз күндіз барғанда билет болмады. Мен ойлап қалдым, ол жерде обычный мешіт деп. На самом деле іші өте әдемі музей екен. Потом бізге айтты, что кешке сеанс бар, 6-да соған келіңіздер, и сол кешкі сеансқа біз билет алдық. Алды өте үлкен, әдемі. Бізге таксист айтты, бұл музейді, мешітті салу үшін қанша? 300 миллион доллар ақша кеткен. Өте ұзақ салынған, 9 жыл бойы салынған. Бүгін біз музейдамыз, сағат 8-де кіреміз деген үшін. И рассказывает 6 секций. Каждая секция что означает. Я жерде до нашей эры, 1000 лет назад, люди жили в таких условиях. Так двигались. Раньше были браслеты. Это амулет, кольцо, украшение, Хивинское ханство, браслет с 5 кольцами, пешомбан. И вот здесь тоже показывает. Настоящий музей Узбекистандағы. Очень интересно прям смотреть. Каждый вектор. Конституция. О, прикольно, да? Смотрите сверху. Там разные эмблемы показывают. Рисунки-то. Это обычная люстра. Там внутри такие рисунки разные. И здесь планета. Прикольно. Вот только что президент Казахстана көрдім бұрынғы Назарбаевты. Давид уже не там. Красиво. Солнечный шие. Разные Құран қалай түскені көріп жатырмыз. Үшінші күні біз Амирсой деген тауға бардық. Өте әдемі тау екен. Как біздің Шымбұлақ сияқты. Яғни ол жерге біз таксимен бардық. Таксида обычный Яндекс арқылы заказ бердік. Бір жаққа барғанға 15 мың, барғанға обратно қайтқанға 15 мың теңге төледік. Получается, таксиға просто 30 мың теңге төледік. Ол енді Ташкент қаласынан 2 сағаттық жер екен. Ары-бері жүрген жолы 2 сағат, туда 2 сағат, обратно 2 сағат. Поэтому ол бізде как Шымбұлақ сияқты канатная дорогамен көтерілгенге. Үшінші күні біз Амирсой деген тауға бардық. Өте әдемі тау екен. Как біздің Шымбұлақ сияқты. Яғни ол жерге біз таксимен бардық. Таксида обычный Яндекс арқылы заказ бердік.
бір жаққа барғанға 15 мың, барғанға обратно қайтқанға 15 мың теңге төледік. Получается, таксиға просто 30 мың теңге төледік. Ол енді Ташкент қаласынан 2 сағаттық жер екен. Ары бері жүрген жолы 2 сағат, туда 2 сағат, обратно 2 сағат. Поэтому ол бізде как Шымбұлақ сияқты канатная дорогамен көтерілгенге үлкен адамға 10 мың теңге төледік, яғни бір адамға. Ал кішкентай балаға бұл 3 жасқа дейін, кажется, бесплатно. Ары қарай уже тоже ақшасы төледі. Оны сұрамадық, потому что бізде бесплатно болды Аминаға. И Дәулет екеумізге 20 мың теңге төленді, туда и обратно. Өте әдемі жер екен, біз канатная дорога арқылы көтерілдік. Біз баратын кезде негізі заранее погоданы біліп алғандарыңыз дұрыс. Погоданы біліп, бірақ барыңыздар, потому что біз погодаға қарамаптық. Өйткені Ташкент қаласының ішінде ол күні күн шығып, жақсы болып тұрған погода. Оказывается, тау жаққа барсақ, уже бұлтанып тұр. Тауда бірақ бір жерінде жаңбыр жауып тұрады, бір жерінде жаңбыр жоқ. Біз канатная дорогамен көтерілдік. Как бізде есеті комби 1, комби 2 деген сияқты. И Ташкенттегі Амирсой тоже солай екен. Екі рет отырдық канатная дорога жоғары көтерілу үшін. И жоғарғы жағында бізде күттік, бір жарты сағат, бір сағаттай болдық. А потом уже бізге адам келіп айтты, что срочно ужастыққа түсу керек, потому что молния найзағай ойнап жатыр, канатная дорога істемей қалады. Поэтому пораньше шығыңыздар деп, отырған адамдардың барлығына айтты. И біз сол моментте успели покушать. Жоғарғы жағында бізде ресторан бар екен. Біз көтерілген кезде жаңбыр қойды, бірақ бірден тау жақ болғандықтан біз успели суретке түсуге. Видеоға түсіріп тұрған кезде бірден тұман болып кетті. Тұман негізі тауда өте тез болады. Бірден тұман болып кетті и артынан уже жаңбыр жауа бастады. Біз тамақтарды жеп үлгердік. Жемеген тамақтарымыз собой салып алдық. И солай бірінші канатная дорогамен түстік, екінші канатная дорога уже тоқтап қалды. Ол кезде уже бізге автобус шақырды. Автобуспен түстік төменге қарай. Өте қатты жаңбыр жауды, град болды, прям видеоға түсіріп үлгермедім ол жақтарын, бірақ өте қызықты, есте қалатындай. Все, спускаемся. Из-за погодных условий мы төмен түсіп бара жатырмыз. Ресторанда до конца не сидели. С собой тағамдардың барлығын собой салып алдық. Енді төмен түсіп бара жатырмыз. Далада прям град жауып отыр. Аппақ болып кетті. А мы думали вниз спускаться, ана жаққа қарай жүру, көру. Град это. Эй! Терезеге қарайтын. Еще Ташкентте Чорсу деген жер бар екен. Тоже әдемі жер, как таулы жер. Ол жерде прям үйді жалға алуға болады. Әдемі бір күнге 50 мың теңге екен. Оны біз кейіннен білдік, уже Алматыға келген кезде, но будущем есте болатын болады. Негізі сол жаққа да баруға болады. Чем Амирсойға барғаннан көрі, сол жаққа барған әлде қайда жақсы ма деп қалдым. Потом біз Амирсойдан шыққаннан кейін японский садқа бардық. Уже үйге келіп, демалып, потом кешкісін уже японский садқа бардық. Японский сад как біздің ботанический садқа ұқсайды, бірақ кішігірім, кішкентай. Ортасында көл бар. И қасында как японский стильде жасалған лампалар болды. Өте әдемі көрінеді. Жап-жасыл, ухоженный сад прям көрініп тұр. Оған біз төледік кіргенге 1000 теңге, кажется, адам басына 1000 теңге төледік. Тоже катамарандарды можно арендовать. Для разнообразия өте жақсы сад. И осы моренің үстінде ходить. Красиво очень. Прямо жақта уткалар жүр. Қараңыздар, жаңбырдан қашып келе жатыр. Жандарым. Тығылатын жер таппай. Я здесь еда или что-то у них на краю. Оларға тоже, наверное, некомфортно жаңбыр жауған кезде. Так,
И сол садтың қасында телебашня. башня бар екен. Ол Қараңыздар, башня қандай ішінде әдемі. как музей сияқты салынған. Жоғары Біз башняның ішіне кірейін деп жатырмыз. Башняның ішіне кірдік. И осылай светті өшіру керек, чтобы весь город көру камерадан. Особо не видно камераға түсірген. башнядағы ресторан аты Койнот деп аталады. Ол жерде орта есеппен примерно 150-250 мыңдай сум кетті. Ол теңгеге шаққанда примерно 7-8 мың теңгедей болды. Енді ол сіздің заказ бергеніңізге байланысты әртүрлі. Ресторан бізге өте ұнады. Негізі барып көруге болады. Күндізде барып көруге болатын еді. Бізде просто уақыт өте тығыз болғандықтан біз сол күні бірден бардық. И сонымен біздің үшінші күніміз насыщенно аяқталды. Японский сад, Амирсой и кешкісін башня. Қараңыздар, осындай әдемі. Вид на город. И бір қызығы, бұл ресторанда осына пол бізде двигается. Каждый раз біз только что ана жерде кондиционердің қасында отырғанбыз, а уже басқа жерде отырмыз. Каждый раз он двигается. Осындай интересно. Мен ресторан іші осындай. Анжикада үшінші этажында террасасы бар екен. Террасасы өте әдемі, балалар ойнайтын жері бар, және өте көп жасыл ағаштар, елкалар, там фикус гүлдер, видеода көріскендей өте әдемі жер екен. Сонымен қатар ол жерде коворкинг бар. Егер сіздер удаленно жұмыс істейтін болсаңыздар, ол жерге барып жұмыс істеуге де болады. И детская зона бар. Там тоже ойыншықтар детский, әртүрлі, қызықты өте. Бізге жықамызды сонымен сөйтіп араладық. Бізге ұнады. Так, енді не айтам? Біз осы отельдің 13-ші этажында тұрамыз. Мен қазір жүрген этаж бұл 13-ші этаж. 3-ші этаждың өзінде осындай терраса бар. Қараңыздар, террасасы қандай әдемі, да? Там детская площадка бар. Маған Ташкент өте қатты ұнады. Прям бұл жақта өте әдемі ағаштар, әдемі гүлдер, өте көп. Зелендер прям өте көп. Маған сонысымен ұнады. Адамдар игровая зонасы бар. Мини. Баламен. Амина, сыртында киім шеше сату, ысыта кетесің. Ух ты, Осындай зебра, маленький Амина, зал. зебра. Здесь окно открыто, но все равно ыстық. Что? Приятно прям. Вообще зебра. Амина, қарай, зебра и қой бар ана жерде. Здесь кондиционер работает или не работает, қосылып тұр. Не работает, да, как будто свет. Вот так, осындай обзор мини біздің тұрып жатқан отельге. Егер Ташкентке келіп жатсаңыздар, осы отель таңдасаңыздар, осындай плюстар бар. 3-ші этаж бізде осындай террасасы бар, детская зонасы бар и коворкинг бар, да? Коворкинг әлі көрмедік, бірақ сондай бар екен, чтобы жұмыс істейтін болсаңыздар, сол жерге отырып жұмыс істеуге болады. Тыныш жерде. Классно. Сонымен қатар біз Magic City'дің ішінде аквариумға бардық. Ол жерде ересектерге 4800-5500 теңге көлем аралығында төледік. Ол Өзбекстанның сумына аударған кезде 20 мың сум. 3 жасқа дейінгі балаларға тегін. Ол жерде әртүрлі балықтар, медузалар, 100-ден астам теңіз жануарлары бар, пингвиндер бар, және 20 метрлік су туннелі бар. Бізге өте қатты ұнады, аралағанға өте комфортно, жүріп аралағанға. И еще пингвиндер болды, кстати, маленький пингвиндар тоже көруге болады. Өте әдемі, барып көрсеңіздер, қызықты болады. Бізге өте қатты ұнады. Үлкен экран екен. Экраннан можно посмотреть балықтардың разный түрлерін. Амина, қарана, жақта акула тұр, дәу балық, үлкен балық тұр. Очень интересно. Қараңыздар, қандай әдемі. Амина, тоқташы, ол жерден сен суретке түсірем.
әдемі екен, әдемі локация. Дәулет, тоқтаңдар. Сендерді суретке түсіремін потом. Дәулет, подожди 5 минутқа. Вот здесь медузалар. Құранса так красиво наблюдать, смотреть, как они двигаются. Аминка, қара, балықтар тамақ жеп жатыр ма? Ням-ням кушает. Только түсіріп алма, хорошо, Амина? Анан қара, балықтар ням-ням жеп жатыр. Ты можешь аузна салуға еще. Соскана. Вау! В кадре я вас сфоткаю потом. Балықтар әлеміне келдік. Aya City'ға кірдік. Magic City'дің ішінде. Сонымен қатар ол жерде біз адам басына 4500 теңге төледік, 100 мың сум. Ол жерде жарық инсталляциялары, космостық бөлмелер, көп шарлар, үлкен шарлар, яғни үлкен жаңағы айна лабиринттері бар. Сонымен қатар музыка мен проекциялар бар. Өте қызықты. Қазір видеода көрсететін боламын. Теперь Ая парк деген жерге келдік. Осындай комната. Іші тоже көбелектерге толы, балықтарға толы, рисунктармен. Прикольно көрінеді. Очень интересно. Келесі комната бізде осындай екен. Это музыка. Айна. Так, бізде келесі комната осындай екен. Разноцветный цветтер, как трава. Получается, үстінде ой, цветтер өзгеріп жатыр. Синий, желтый, красный. Это я. Кеттік, Амина, жүре ғой. Балапан. Все, болды, кеттік жүріңдер. Шығайық. Ең көп ұнайтын жері ол жерде көп шарлар бар жер, космостық бөлме. Ол жерде не только үлкен адамдарға ұнайды, и ол кішкентай балаларға да ұнайды. Амина прям ол жерде как бассейн сияқты шомылды ішінде. Шыққысы келмеді, долго тұрдық. Негізі ол жерде ұзақ тұруға болмайды. Өйткені бір бөлмеге кіргеннен кейін қайтадан обратно кіруге болмайды. Уже шыққаннан кейін дальше Амина прям қатты жылады, шыққысы келмей. Соның өзінде біз ұзақ болдық, соның өзінде оған аздық етті осы. Кабинетінде үлкен шар. Осындай планетаның видеолары қосылған. Как будто біз ғаламшардамыз. Иә, бәрі осындай шарлар. Аминана шардың ішінде шомылып жатыр. Это я, Амина, шапка сняла. Амина! Амина, суретке тұрайық. Не, свет қосып тұрам. Суретке тұр. Келесі комната бізде осындай шарлар. Ой, Амина жаңа шардан жылатып әдейі шығарды. Шықпай қойды шардан шығарды. Соны жылап жатыр. Пол шығамыз, басқа кетіп шығамыз. Пол арайды. Кеттік жүріңдер. Қалай шығамыз, достар? Сюда, Амина, сюда. Шарлар әлемінде. А то чай. Амина, хорошо? Пока заказымызды күткенше Аминаға осындай Чай. раскраска берді. Делают. Бесплатно, комплимент ретінде. Здесь карандаши, прям күшті. И осыны Амина бояйды. Осындай әдемі витпен. Да. Әдемі витпен. Обед ішейін деп жатырмыз. Қандай цвет карандаш бұл? Осындай испанский чизкейк заказ бердік. О, мороженое мен еще бірге.
Вкусно. Такой нежный, прям вкусный. Вкусный чизкейк. Теперь фонтаны днем. Кешкісін фонтан болған. Қазір күндіз музыканың ритміне байланысты фонтандар билейді. Очень красиво. Мен телефонды алып алып. Амина, телефонды берші маған. Өтірік видеоға түсірем деп. Фотоға түсірем, сотқа шыққа кетті. Осторожно, жай жүр. Так, осындай местный аэропортта қыдырып жүрміз. Әдемі үйлердің араларында. Мына үйлерді қараңыздаршы, қандай әдемі. Сыртын көзбен әсемдеп қойған, сиреневый. Здесь кажется, бүгін концерт болатын сияқты. Там сцена құрып жатыр. Целым күшті атқайын. Осы районда қыдырып жүрміз часто. Өте көп кафе, рестораны, магазины, прям күшті. И гостиница. Қандай әдемі. Речкадан осындай әдемі су ағып жатыр. Әдемі деп қоям. Коричневый цвет. Бірақ көп су келіп жатыр. Сеул деген районда. Амина, кеттік, папаға барамыз. Бізді дәулетінде күтіп тұр. Осындай район, жан-жағының барлығы кафе. В основном корейский, европейская кухня. Амина, кеттік, жүр! Бүгін Ташкентте күн ыстық. Бүгін 4 май. Ташкентте күн ыстық. Күннің көтіші ыстық болып. Кеше алдың күндері найзағай ойнап суық болған болатын. Дәулет. Біз бүгін Ташкентте болғанымызға, бүгін бізде 5-ші күн, да? 5-ші күн. Қазір кешкі прогулка, идеальная прогулка болып жатыр, потому что бізде бүгін Амина ұйықтап қалды. Жан-жағымызға можем спокойно смотреть, что есть в Ташкенте, потому что до этого все время Аминаның қасында боласың, қолына ұстайсың и жан-жаққа қарап, дұрыс қарамайтынбыз. В этот раз прям күшті. Ташкент бізге жатыр. Особенно Дәулетке, да? Да, қимай жатырмыз Ташкентте. Бұйыртса завтра уже ертең бізде соңғы күн, кешкісін қайтамыз. Ал? Речканың бойымен түсіп бара жатырмыз, теперь үй жаққа қарай. Осындай речка бар екен. Жарық. Жолдар не очень. Так, су осындай, биік су. Ташкент парк сити біздегі. Ташкенттегі, то есть. Түнгі көрінісі осындай. Ходим, аяғым ауырып кетті, если честно, урок. Қазір уже домой. Қайтып бара жатырмыз. Түнгі Ташкент. Машиналар осындай. Қазір примерно сағат уже в 11 время. 11. Вот біздің отель. Energy Hours. Ташкенттің светофорлары өте тез. Тез жүру керек. А то зеленый быстро красный огонек где-то. И сюда. Бүгін бізге самолет кешке. Қазір біз самолет ұшып. Осында турецкая кухняға келдік. Мен өзіме котлет заказ бердім, салат. И Дәулет өзіне еще донер заказ берді.
дәл сол вид, только ол закрытый. Қасындағы ресторанға келдік. Іші осындай. Тебе нормально, горячее? Да, горячая, хорошая. Амина, жүр кеттік, балапан. Magic City'да Еркес Махан өлең айтып жатыр. И это Амина ол өлеңді біледі да. Сразу. Мама, музыка! Типа. Біз қазір аквариумнан шықтық. Енді қазір Ая парк или Ая Сити ма называется, неге бара жатырмыз. Қазір посмотрим. Әне шар тұр сен. Амина, қолыңды бер маған, мамаға. Мамаға қолды бер. О, қараңыздар, тура жолдың бойында осындай әдемі айна бар. Әдемі фон жасағанға күшті айна екен. Кеттік, жүріңдер, Дәулет. После фонтандардың шоуынан кейін өлеңдерін повторяем. Аяғымды тоқта, ё-моё, Біз орталықта алған үстінде күшті. Барлығы жақын қасына. Парк де бар, кафе де бар, развлечение барлығы осы жерде бар. Всем привет, достар. Всем привет, достар, баршаларыңызға. Тағы да осы Сеул деген районға келдік. Мятаға барғысы келдік. И бұл жақта тоже фонтандар ойнайды екен, қарасаңыздар. Ар жағында фонтан ойнап жатыр музыкамен. Өте әдемі. Осындай видпен тоже тамақ ішіп отырмыз. Қазір. Ау. Тамақ бердің кеп жатыр ма маған? Ал мен тамақ беріп жатыр, давай. Мен осындай боул заказ бердім. Лосось пен авокадо, основной. Аминаға борщ, как всегда. Амина маған тамақ беріп жатыр. О, қосқа. Құлады ғой нау. Ой, Амина қайда кеттің? Вау, Амина машина айдап жатыр. Вау, Амина! Амина! Ау! Осы жерде кондиционер соғып тұр қатты. Осы жерде тоже майда балықтар бар екен. Ау, жан. Ішіне кірмеп. Қайда барайын? Вау! Қандай балықтар? Сары балық па? Сары, қара балықтар да? Вау! Кеттік, дальше жүреміз. Аяқта кондиционер соғып тұр. Осындай аквариум ішінде бар. Балықтардың үстінен қарап тұрмыз. Ай! Вот и Дәулет. Осындай үлкен экран екен. Экраннан можно посмотреть балықтардың разный түрлерін. Амина қарана жақта акула тұр, дәу балық, үлкен балық тұр. Интересная локация. Біз почти Ташкенттегі ең самый интересный жерлердің барлығына барып келдік. Осы бізде қазір Ая парк, как называется, сол қана қалды. Остальное почти барлық жеріне бар. Қараңыздар, қандай әдемі. Амина, тоқташы, осы жерден сені суретке түсірем. Әдемі екен, әдемі локация. Дәулет, тоқтаңдар. Сендерді суретке түсірем потом. Японский садқа келдік. Японский сад. Негізі күндіз келген әдемі сияқты, мне кажется, да? Здесь біз ночью уж поздно болып қалды, но все равно келдік рисковать етіп. Потому что бағана біз
неге барған, тауға барған кезде толком не гуляли, просто тамақ ішіп, канатная дорогада көтеріліп түскеніміз болмаса, жаңбыр жауып кетті, тап тұман болып кетті, и ештеңе көре алмадық. И поэтому қазір біз японский садқа кеп, хотя природасымен наслаждаться ету үшін келе жатырмыз. Так, осындай море бар екен қасында. Это озеро. Озеро бар екен. Осындай жол бар. Адамдар фотосессия жасап жатыр. И как Көктөбедегідей осындай башня бар. Еще жаңбыр жауып жатыр қазір. Как Көктөбедегідей башня, прям сата жанат. И можно подниматься наверх, добавлять башня. Посмотрим. Смотрите, здесь тоже әдемі ана гүлдер бар, как ботанический садтағы гүл бар ғой, ашылатын. Сол гүл бар екен мына жақта. Вот, прикольно. Очень интересно. Ойбай, Амина! Японский садқа келдік, кештетіп. Осындай әдемі японский сад. Тоже ухоженный сад. Как біздегі ботанический садқа ұқсайды. Но здесь өзінің стилі бар. Соған сәйкес көріп жатырмыз. Японский сад деп аталады екен. Мен шашым. Жаңбырлы уақыт. Осындай кезінде релакс музыка бар ғой. Қандай қос қойып, жаңбырда. Күшті. Кеттік па обратно? Біз енді үйге қайтып бара жатырмыз, потому что жаңбыр тоқтамайтын түрі бар. Тоқтамайтын сияқты даже. И вот, біз қазір бір жерге тамақ ішетін жүрек. Дәлет наяқ плато. Так, біздегі японский садтағы телебашня. Қараңыздар қандай әдемі. Біз ресторанға бара жатырмыз. Что такое? Утка ма? Амина, суда баспа. Ой, бұзық. Нәрсе уткалар суда тығылып жатыр. Кеттік жүрдер. Жолды қараңыздар, қандай әдемі. Мен пока жаңбырдың тоқтағанын күтіп отырмыз. Осындай әдем паркте, японский садта. Күшті жаңбыр жауып жатыр. Әдемі жаңбыр. Так романтично. Если Даулет екеуміз жаңадан танысқан болып, осындай ситуация қалсақ, күшті болатын еді. Нас, Амина и Даулет. Даулет, что скажешь? Не айда. Как твое впечатление? День эмоций. Экстремальных эмоций. Так, оказывается, здесь ағашта гүлдер өсіп тұр. И бұлар тірі гүлдер. Салбырақ, қоңырау сияқты өсетіндер. Әдемі да? Өте әдемі. Найзағай. Вот ночной Ташкент. Бабочка в животе была только что. Ташкент, берца бір жарым сағатта Алматыда боламыз. Түнгі видео стоять. Ау, не болды балапанчик? Кит көресің, ақ жаққа?